Ұлы Отан соғысының сол бір қаралы күніне 80 жыл. Ұлы жеңістің туын тіккендердің саны жыл санап азайып барады. Солтүстік Қазақстан облысының ішкі істер органдарынан 774 қызметкер Ұлы Отан соғысына қатысқан. Солардың бірі ішкі қызмет майоры Зинеев Аптюк Галимович. Ол жайлы оның көзі тірісі кезінде Довженко атындағы Киев киностудиясы 1960 жылы «Крепость на колесах» фильмін түсірген. Аптюк Зинеев 1941 жылы маусымда небәрі 22 жаста болатын. Алдында жас жігіттің көптеген жоспарлары болды. Алайда соғыс оған қаншама өзгеріс енгізді. Осылайша 56-шы бронепойыздың радисі атанды. Соғыстың алғашқы қиын қыстау айларының өзінде бронепойыз экипажы жаудың 11 танкісін, 2 артиллериялық батареялар, 5 танкке қарсы қару, 5 бронды көлік, 2 бронды техника мен 12 минометті жойып, 700-ден астам немістің көзіне су құйды. Бірнеше күн қатарынан Канев қаласының маңында Днепрдің сол жағалауына 26-шы армия өтпек болған кезде фашистермен шайқас болады. Жау артиллериясы мен авиациясы тоқтаусыз бомбалап, бронепойыз не алға, не артқа жүре алмай қалады. Бірақ жауға қарсы тұруын тоқтатпайды. Бронепойыз толығымен дерлік іске жарамсыз қалады. Жеке құрамның 60%-дан астамы қаза табады. Радист Аптюк Зинеев оң жақ белінен ауыр жараланып, оқтың бір бөлігі ішіне тиіп, оны жұлып әкетеді. Ол ешқандай белгі бермегесін жерлеу тобы қайтыс болғандар тізіміне қосып қояды. Шакал мой! Держись, ребята! Наша крепость живет! Бронепойыз командирі штабқа хабарлаумен қатар, Петропавл қаласы Заречный кенті 55-ші үйде тұратын анасына сіздің ұлыңыз ерлікпен Киевті сақтап қалуда қаза тапты, Днепрдің жағалауына жерленді деген қарағыға жібереді. Зинеев көптеген естелік жазған, солардың бірінде былай дейді. Анамның есімі Нағима еді. Менен қара қағаз алғанда қатты қайғырады. 40 күннен кейін аят оқытып, жаназамды өткізіпті. Жаназа шығарар-шығармаста Свердловскіде госпитале жатқан менен хат алады. Хатқа жазған күнімді жазуға ұмытып кетіппін. Сондықтан бәрі хат кешіп келген шығар деп ойлайды. Тек екінші хатты қолына алғанда ғана менің тірі екеніме көзі жеткен. Бұл жолы оның жасы қуаныштың жасы еді. Тағдырға қарсы тұрып, Аптюк Зинеев 1941 жылы 12 тамыз күні аман есен тірі қалады.
Кейін бұл ұрыстағы көрсеткен ерлік үшін медалімен марапатталады. Госпитальда ұзақ уақыт емделгеннен кейін Аптюк Галимович Зинеев әскери қызметтен босатылады. Яғни оны 3-ші топтағы мүгедек деп таниды. 1942 жылдың мамырында ол милиция органына қызметке орналасады. 32 жыл еңбек түзету мекемелерінде қызмет етеді. Оның соңғы жұмыс орны ИТК-3 арнайы бөлімінің бастығы. 1974 жылы ішкі қызмет майоры Аптюк Галимович Зинеев белгіленген нысанды кию құқығымен запасқа шығарылады. Осы киіммен майдандастарымен кездесуге барған, өмірінің соңына дейін оқушылар мен жастармен кездесіп тұрған. 1980 жылы 9 мамыр күні 56-шы бронепойыздың ескерткіш макеті ашылды. Сол ашылу салтанатына қатысқан мына фотосуретте сол жақтан 5-ші біздің жерлесіміз Аптюк Галимович Зинеев. Ішкі істер органдары ардагерлерінің соғыста қолданған заттары бүгінгі таңда жәдігер ретінде Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің музейінде сақтаулы. Ерлік табиғат сый емес, саналы әскери тәрбиенің жемісі деп, бүгінгі сюжетті Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, жазушы Бауыржан Момышұлының сөзімен аяқтағым келеді.